Ассалаумағалейкум қазақ елі. Көптен бері даладағы жауын бұлттар туралы видео түсірмеген едім. Қыстан бергі жағдайларын көрейік. Мінекей жапырақтарды ашып көрейік. Астында жапырақтардың біреуі көрінеді. Міне. Онда жағдай жаман емес сияқты. Көкін тастауға дайындалып жатыр екен. Сақиналары бар өздерінің. Мінекей. Өздегі жіңішке де емес, өзі жағдай жаман емес. Былайша айтқанда семіз деуге болады. Енді ашығымен бір көтеріп көрейік астын. Көңнің астында жүрмеген. Мінекей шет-шетін ашып көрейін. Міне көңнің ішінде жүрмін. Көктем уақытында қар жиып, күн жылып, одан кейін бір күн суыған кездер болды. Сол кезде етіне кішкене тоңы қатты. Ол тоңы қатса да ештеңе етпеді. Ауырғанда да жоқ. Жақсы қыстан өтті. Келесі бетін көреміз міне. Келесі бетінде мынау қыстан қалған алма болатын. Сода сақ малектер жүр екен мінекей. Өздері белсенді жыбырлап жатыр. Аяқтағы келесі бетіндегі көң биогумус айнала бастаған. Мінекей қарап тұрсаңыздар. Асты қарайып тұр. Әрбір шетінде жыбырлап жүріп тұр міне. Жаман емес нәтиже. Қыстан жақсы шықты. Енді ақырындап бетін жапырақпен жауып қояйық. Қайтпесе мұнда құстар келеді. Әсіресе сауысқандар тамақ іздеп жапырақтың бетін қазғылап жүреді. Соны бір байқап қалдым. Каналға тіркеле кетейік.